Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бүгін 29 сәуір 2021. Рамазан айы, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Қаладағы бұлтқа қарағанда, қоқысқана болып кеткеніне қарағанда, оразаны қаланың құрметсіз әкімі Махажанов пен маслихат депутаты хатшысы Балабиевте ұстаған сияқты. Мына қаланың қоқысханаға айналып кеткеніне қарағанда, үйлерінде терезелерін қымтап жауып тастап, қалың перделермен кондиционерді қосып қойып, жұмыстарын атқармай, ораза айы бітсін деп жатқан сияқты. Мына қоқысқа қарағанда ораза айы 2 апта болды, ал қоқыс 2 аптада мынанша жинала қояды деп ойламаймын. Маған көптен бері қаланың тұрғындары әр Логинов көшесі, Жұмабаев пен Балабүргемде қиылысатын Айбергенов дейді, Спатаев, Қарасай бәрі хабарласатын қоқысхана болып кетті. Жұмабаевты жинайды, Яссауит жинайды, ал солармен қиылысатын көшелерді, яғни осындай кішкентай мүйістерді, орысша айтқанда переулықтарды жинамай өтіп кетеді, тек қана үлкен көшелермен өтеді. Ал былай көзге көрінбейтін көшеден бұрылыстар арқылы кіретін жерлерге кірмей кетеді деп. Ораза басталғаннан бері жиналды деп айтпаймын мынаны. Оған дейін де жұмыс атқарылмағаны көрініп тұр. Әрбір үйде мынау бір үй күл қоқысын шығарып жатыр, немесе жөндеу жұмыстары болып, соның қоқыстарын шығарды деп айтатын адамдарға айтар, мынау қанша уақыттан бері жиналып қалған қоқыс. Киім кешек, бұны заң бойынша алып кетілуі керек. Махажанов, есіңде ме, осыдан 1 жыл бұрын мен саған бірінші видео жолдауымда айтқан болатынмын, жұмысың дұрыс атқармасаң, қалада көше сыпырушылар, тазалаушыларға қызметкерлер жетпей жатыр. Şu жерден орын тауып берем деген. Ол ойын емес еді. Мен қолымнан келеді ол. Күмәнданбасаң болады. Қанша жерден Шөкеевке жақын бол. Шөкеевің де, Назарбаевың да оны қорғап тұрған. Халықтан, қазақтан, жердің иесінен мықты емес.